Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз өріктен пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жоғарғы сұрыпты ұнды електен өткізіп, оған 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және қантымызды қосып, осылай араластырамыз. Және бөлме температурасында еріген сары майымызды қосамыз. Қамыр мен сары майымызды біріктіріп алғаннан кейін бір жұмыртқа қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Егерде қамырларыңыз өте жұмсақ болып, қолға жабысып тұратын болса, онда аздап ұн себе отырып, икемге келтіріп аламыз. Тек көп қоспаңыздар. Қамырымызды осылай біркелкі етіп, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін пакетке салып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Морозильникке де қойып алсаңыздар болады. Ары қарай біз салмасын дайындайтын боламыз. 400 грамм қаймаққа 3 жұмыртқа және 150 грамм қант қосып, осылай венчикпен араластырамыз. Достар, бүгінгі біздің пирогымызға қолданып жатқан барлық ингредиенттердің мөлшерін төменгі описание бөлігіне жазып қалдырамын. Мен пирогқа осындай қарапайым ғана асты алынып салынатын форманы қолдандым. Қамырымызды осылай алақанымызбен баса отырып, барлық жерін тегіс етіп басып шығамыз. Барлығы бір қалыпта жату керек, бір жері биік немесе аласа болмау қажет. Осылай қолмен басып отырсаңыздар, өздеріңізге белгілі болады. Саусақтарымызбен де осылай шет-шетін жаңағы формамызға тегізіп, кішкене көтеріп қоямыз. Одан кейін қамырымыздың бетіне өріктерімізді орналастырамыз. Одан кейін қаймақтан жасалған салмамызды осылай өріктердің бетіне құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Тек формадан суығаннан кейін ғана босатып кесетін боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирог өте дәмді әрі қарапайым жолмен жасалады. Қамыры да өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.